Қымбатты оқушы, біздің келесі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин туралы болмақ. Сабағымыздың мақсаты қазақтың тұңғыш ағартушысы, ұстазы, дала қоңырауы атанған Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен атқарған қызметтері туралы нақты мәліметтер беру. Қымбатты оқушы, Ыбырай туралы, оның әңгімелері туралы, оның ашқан мектептері туралы сұрақтар әр тесттерде үнемі қайталанып келіп отырады. Сондықтан мұқият тыңдап алғын. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысы Алтынсарин ауданында дүниеге келеді. Туған әкесі Алтынсары ерте қайтыс болып кетеді де, ол атасы Балғожаның тәрбиесінде болады. Тұңғыш рет 1850 жылы орыс қазақ мектебі Орынборда ашылған кезде соған 30 қазақ баласының біреуі болып жазылған осы Ыбырай Алтынсарин болса керек. Сонда 5 жастағы жап-жас баланы мектепке беріп, ата-анасын сағынған кезде сол атасы былай деп өлеңмен жауап қайырған екен. Үміт еткен көзімнің нұры балам, өзіңе жәрдем берсін хақ тағалам. Атаң менен анаң сенің мұнда аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған деп. Яғни атаңды өнер білсең асырарсың, надан боп білмей қалсаң ақыр ұрарсың деп тұрып, 5 жастағы балаға өзінен үлкен адам сияқты тең қоя отырып, соған өзі өлеңменен хат жазып, өнерге білімге ден қоюына үлкен ықпал еткен адам оның туған атасы Балғожа би екен. Міне 1850-1857 жылдардың аралығында осы орыс қазақ мектебін өте жақсы деген бағамен бітіріп шығады. Бітіріп шыққаннан кейін ол Орынбордағы шекаралық комиссияға тілмәш болып орналасады. Бірақ ол жұмыс Ыбырайдың өзінің арманы емес еді. Сондықтан да болар, ол мектеп ашуға өзі сұранып, жоғарыдағы Орынбордың шекаралық комиссиясына арыз жазып өтініш түсіреді. Сол жерде жүрген кезде бай профессор, кітапханасы аса тамаша ғалым Григорьевпен танысады. Бұл туралы да сұрақ кездеседі. Міне Ыбырайға өзінің бай кітапханасынан қолдануға өзі алғаш ақыл өсиет беріп, нұсқау беріп отырған Григорьев әрі қарай бұл кісінің тамаша ағартушы ұстаз болуына тікелей ықпалын тигізгендей. Ыбырай арман еткен мектеп 1864 жылы бірақ ашылады. Міне сол кезде Торғайда өзінің туған жеріне өзі мұғалім болып сұранады. Сол кездегі 14 қазақ баласына тұңғыш рет ол өзі қойға шапқан аш қасқырдай кірістім деп Ильминскийге жазған хатындай үлкен ұстаздық еңбекке ден қояды. Бірақ ол кездегі оның ең алғашқы түскен қиындығы оқулықтың жоқтығы болады. Тәрбиені, білімді қатар беріп, және төте жазу үлгісімен емес, орыстың алфавиті негізінде түсіндіріп, міне қазаққа тікелей тамаша қазақтың балаларына білім берудің бастамасын алғаш ашқанда осы Ыбырай Алтынсарин болады. Сөйтіп 1879 жылы қазақ хрестоматиясын жазып, Орынборда басып шығарып, оның ішінде күні бүгінге дейін біздің әліппемізде басталатын кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар, талаптың пайдасы, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, әке мен бала, тағы осы сияқты тамаша әңгімелер мен өлеңдерді бастырып шығарған екен. Міне бұған қоса Ыбырайдың атқарған істері ұшан теңіз. 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин сол Торғай облысындағы мектептердің инспекторы болып тағайындалады. Міне сол кезде ол 4 жерге уездік мектептер ашады. Ол 1879-83 жылдардың арасында Ырғызда, Торғайда, Троицкеде және Ақтөбеде ашылады. Бұл тестте үнемі келіп қайталанып отырады. Есіңде болсын. Ырғызда, Торғайда, Ақтөбеде және Троицкі қаласында. Оған қоса тағы да 1886 жылы Орскіде мұғалімдер мектебін ашады. 1887 жылы Ырғызда тұңғыш рет
қыздар мектебін ашады. Ал 1883 жылы тұңғыш рет техникалық оқу орындарының бірі болып саналатын қолөнер мектебін ашқан екен. Міне осындай үлкен істерді тындыра жүріп, инспекторлық қызметін атқара жүріп, бұл осы мектептердегі білімнің, оқудың қалай болып жатқандығы жайлы үнемі өзінің достары Ильминскийге, Григорьевке хат жазып, қалдырып ақылдасып отырған екен. Ұлы ағартушы, даланың тұңғыш қоңырауы, тамаша ұстаз, балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы қайтыс болған екен.